Жасымда ғылым бар деп ескермедім. Жасымда ғылым бар деп ескермедім. Пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгіліне кеш сермедім. Бұл махрұм қалмағыма кім жазалы, қолымды дөп сермесем өстермедім. Адамның бір қызығы бала деген, баланы оқытуды жек көрмедім. Баламды медресеге біл деп бердім, қызмет қылсын, шен алсын деп бермедім. Абай Құнанбаев. Бұл жердегі махрұм қалу деген сөз бос қалу, құр қалу. Медресе ислам дінін оқытатын орта және жоғарғы оқу орны. Шен алу, дәреже, атақ алу деген мағынаны білдіреді. Абай Құнанбайұлы 1845-1904 жылдар аралығында өмір сүрген. Ұлы ақын, қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Семей өңіріндегі Шыңғыстауда дүниеге келген. Шығармалары дүние жүзінің көптеген тіліне аударылған. Абайдың өлеңдері, әндері, қара сөздері, аудармалары ел арасында кең таралған. Сендерге сұрақ, оқушылар, өлеңдегі кейіпкер не үшін өкінеді? Өлеңдегі ақынның сұрағына қалай жауап берер едіңдер?